Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгін 13-ші сектор арнасынан көретіндеріңіз. Федерико Киеза Ювентустан осы маусымнан кейін нақты кететін болды. Криштиану Роналду енді үздік емес па? Мартинес оған қандай шешім қабылдады? Осыларды бүгін біз сіздерге айтып беретін боламыз достар. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып отыруды да ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Матс Хуммельс деген тамаша ойыншы, қорғаушы Дортмундық Боруссиядан еркін агент болып кетті, және де тегін кез келген команданың қатарына қосыла алады. Ал енді Матс Хуммельстің агенті екі командаға италиялық өзінің ұсынысын жасаған екен. Біріншісі Милан клубы, екіншісі Рома клубы. Милан клубы бірден бас тартыпты. Себебі жасына қараған, басқасына қараған, жалақысына қараған шығар бәлкім. Енді тегін Матс Хуммельс сияқты ойыншыдан бас тарту меніңше ақымақтық сияқты. Жасы 35-те, бірақта өткен маусымда Дортмундық Боруссияда қандай ойын көрсеткенін көрдіңіздер. Қорғаушы бола тұра 4 гол салды, 1 голдық пас берді. Әлі де осы деңгейде 1-2 маусым өткізіп бере алар еді. Миланның орталық қорғаушыларының қателігі көптігіне қарамастан Милан осындай ойыншыдан бас тартыпты. Ал Рома клубы қазіргі таңда барлық жалақысын, басқасын, келісім шартын қанша жыл ұсынады, соның бәрін қарастырып сөйлесіп жатқан жайы бар. Меніңше Хуммельс енді Ромаға барады, басқа нұсқа жоқ сияқты Хуммельсте. Достар, бүгін Германия ұлттық құрамасы Венгриямен кездесетін болады, және де бұл өздерінің жерінде өтіп жатыр. Германияның Евро 2024 өз жерінде ешкімге басын имейтін шығар деген ойдамыз. Германия бірінші айналымда Шотландияның шашын алып тастаған болатын, 5-1 қылып жеңіп. Ендігі кезекте бүгінгі кезек Венгриянікі, Венгрияны да оңайшылықпен жібермейді, байлап қойып сабайтын шығар. Сондықтан да бүгінгі біздің болжам бұл ойынға Германия ұлттық құрамасы бірінші таймда да, екінші таймда да жеңіске жетеді деп санаймыз. Және де бұрыштама доптарынан -3,5 форамен жеңіске жетеді. Осындай бізде болжам бар. Ал сіздердің өздеріңіздің ойларыңыз, болжамдарыңыз болатын болса, 13-ші сектор арнасының демеушісі 1xbet 13-ші сектор промокоды мен алғашқы депозит үшін 200 000 теңгеге дейін бонус беріп жатыр. Мұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, 13-ші сектор промокодын қолданып 200 000 теңгеге дейін бонустарыңызды алып алыңыздар. Бонустарды алу үшін осы видеоның астында достар сілтеме тұрады. Дәл қазір соған өтіп, мүмкіндіктеріңізді пайдаланыңыздар. Федерико Киеза Ювентустан кеткісі келеді, ол түсінікті. Федерико Киеза шабуылдаушы футболды ойнағысы келеді. Мартинесті ондай футболды ұсына алмады Киезаға. Қазіргі Тиаго Моттаның да стилі қорғаныста ойнайтын стиль. Ал Киеза Федерико қорғанысқа көп көмектесе бермейді. Тиаго Мотта барлық командамен қорғанатын стилді ұстанады. Сондай тактиканы ұстанады Тиаго Мотта, жаңа Ювентустың бапкері. Ал Киезаға бұл тактикада ұнамайды, сондықтан да Киеза кеткісі келеді. Киеза ұлттық құрамада өте тамаша ойын көрсетеді. Клубтық деңгейге келгенде сәл қысылып қалып жатқан жағдайы бар. Бұның бәрі бапкерлерге де байланысты. Енді Киезаға қазіргі Хуммельсті алады деп айтып өткен Ромада қызығушылық танытып жатыр, бірақ та Ромаға Киезаның өзі барғысы келіп отырған жоқ. Флориан Флоттенбергтің айтуынша, Бавария клубы Киезаға қызығушылық танытуда, қазірдің өзінде жаймен келіссөздер ауызша басталуда деген ақпараттар бар. Ювентусқа 40 миллион евро беріп алады Киезаны, ал Киеза болса қазіргі таңда барлық назарын Евро 2024-ке бұрғысы келеді. Бавария жаймен келіссөздерді ауызша бастап та кеткен. Енді Баварияда қазіргі таңда вингерлар жетеді, Киезаның орнына ойнайтындар көп, Гнабри бар, Сане бар, Коман бар деген сияқты. Бірақ та соңғы айтылған өзі Гнабри, Командар жиі жарақат алып қалады, және де тұрақты ойын көрсетіп жүрген жоқ. Сондықтан да Киеза қазіргі таңда Баварияға өте үлкен көмегін тигізе алатын ойыншылардың бірі болып қалуы мүмкін. Португалия кеше Чехияны 2-1 есебімен ұтты. Негізі жақсы ойын көрсетті. Чехияда мықты қарсылас бола алды. Ойынның соңында Португалия жеңісті жұлып алды деп айтсақ та болады. Енді бұл жерде тоқталатын әңгіме Криштиану Роналду. Криштиану Роналду кеше ойынды, біз күткен ойынды көрсете алған жоқ. Криштиану Роналду көп көзге түскен жоқ десек те болады. Ал енді Мартинес, Португалияның бас бапкерінің Криштиану Роналду жайлы ойы қандай? Мартинес айтады, Криштиану Роналду үздік ойыншы бірі
әлі де оның статистикасы 51 голы бар осы маусымда. Ол өзінің статистикасына сай ұлттық құрамаға шақырылып отырған ойыншы. Оның Роналду деген атына ғана бола шақырылып отырған жоқ. Ол еңбектенетін ойыншы, ол әлі де ұлттық құрамаға керек ойыншы. Әлі де ұлттық құраманың үздігі, сондықтан да шақырылды деді Мартинес мырза. Бірақ та Мартинес мырза көпшілікке бұлай Криштиану Роналду мақтағанымен, Криштиану Роналдудың өзіне басылымдардың айтуынша басқаша шарттар қойған екен. Криштиану Роналду енді алмастырылмайтындай мықты ойыншы емес екенін айтып жеткен, түсіндірген. Мартинес, Жота бар, Рамуш бар деген сияқты өте мықты шабуылшылар бар, және де Криштиану Роналдуны кез келген уақытта ауыстырып тастайтынын айтқан. Және де оған қарсылық көрсетпеуін өтінген, соған келіскен екен. Криштиану Роналду да келіскен, қарсылық көрсетпеген. Енді келіспесе, қарсылық көрсетсе, ұлттық құрамаға бір шетінен кесір тиіп кететінін білді. О жақта шу шығып жатса, ұлттық құраманың ішіндегі ауызбіршілік құрып кетуі де мүмкін. Оны да ойлады Криштиану Роналду. Және де Криштиану Роналду барлық күштің өзінен кетіп қалғанын да жаймен түсінген шығар. Және де бұл шешімі үшін Криштиану Роналдуға да респект деуге болады. Барлық бапкердің айтқанына ұлттық құрама үшін көнуіне өзінің рұқсатын берген. Қалай дұрыс деп санайсыз? Мен соған келісемін деген екен Криштиану Роналду. Бүгінге осы 13-ші сектор арнасына жазылып қоюды ұмытпаңыздар, бізді қолдап жүріңіздер. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз.